Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмді булочкилердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы су 70 грамм, 2 кіші қасық қант және де ашытқымызды салып, араластырып, бетін жауып қоямыз. Ашытқымыз процеске түсіп, 10-15 минутта дайын болады. Содан соң бөлек қамыр илейтін ыдысқа қалған жылы суымызды, жылы сүт, қант, тұз, майонез, сұйық май, жұмыртқа саламыз және де содан соң жаңағы көтерілген ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге қойып қойсаңыз, 1-1,5 сағатта өте тез, жылдам көтерілетін болады. Сіздерге видеом ұнап жатқан болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай, дайын болған қамырды үстел бетіне алып, сол қамырдан үзе отырып, өзіме ыңғайлы формада дәмді булочкилерді түйдім. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналымның дамуына үлес қосып, подписаться басуларыңызды сұраймын. Мінекей, дәл осы ретпен булочкилердің формаларын өз қалауларыңыз бойынша жасап шығуға болады. Әр булочкилердің бетін жұмыртқаның сарысымен майлап, булочкилердің бетін әсемдеуге кунжутты пайдаландым. Әр қайсысына сеуіп шығып, 5-10 минутқа бетін жауып, көтерілгенше қойып қойыңыз. Содан соң қызып тұрған пеште 180 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінекей, дайын болған булочкилеріміз өте әдемі, дәмді, үлпілдек жұмсақ болып шықты. Әсемдеп салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бұл керемет булочкилер сіздің отбасыңызға және де келген қонақтарыңызға ұнауы сөзсіз. Сол себептен менімен бірге дайындап көруге кеңес беремін. Каналымдағы басқа да видеоларды көріп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі видеомды күтіңіз.